Жер кімдікі? Алла тағаланікі ма? Бүкіл әлем, 18 әлемнің барлығы кімдікі? Алла тағаланікі ма? Алматыңда, Оралыңда, бүкіл Қазақстан, бүкіл қай мемлекетті білесің? Дубайың ба, бәрі Алланікі ма? Алланікі. Енді сен қай жерде тұрасың, қай қалада тұрасың, сол бір қай мемлекетте тұрасың, сол жерде тұрып сен бір балықта қылатын болсаң, Аллаға ұнамайтын бір бәлелердің бәрін қылатын болсаң, не істейді Алла тағала? Не жіберем деді? Топан су жіберем деді ма? Жібереді. Жер сілкіндірем деді ма? Сілкіндіреді. Жер жұтқызам деді ма? Жұтқызады. Сол үшін алматылықтар барлығы емес, мына өздері білет кімнің адресіне барып тұрғанын. Меф шегіп, жезөкшелікпен соған ұйымдастырып, сондайды ашып, сондаймен айналысып жүрген адамдар, бүкіл балықтың бәрін қылып жүрген адамдар сендерге ескертіп жатыр. Арттарында қысыңдар деп, тәубелеріңе келіңдер деп. Алла тағала сендерге конкретно ескертіп жатыр. Бір емес, екі рет ескертті. Үшіншісін Құдай сақтасын. Түсіндіңдер ма?